Менің атым Айболат Рамазан. Мен 5 жастамын. Мен Рамазанның анасы Гүлзирамын. Рамазан, біздің бүгінгі тәжірибемізді бастамас бұрын қауіпсіздік ережесімен танысыңыздар, иә? Мен нұсқауымсыз мына зертханалық құралдарды қозғауға болмайды. Енді нұсқаумен қазір тәжірибені жасайтын боламыз. Біздің келесі тәжірибеміз бөтелкедегі вулкан деп аталады. Вулкан не екенін білесің бе? Иә, ол үлкен таудан атылып от болып атылады. Шоғы жерге лава күйінде ағып түседі екен. Дұрыс айтасың. Біз енді соны қазір жаңа бөтелкедегі мына бөтелкені тау деп алатын болса, сонда вулкан атылғанды байқайтын боламыз, иә? Ол үшін мына шыны стаканға бізге қажетті құрал-жабдықтар, шыны қолба, петли табақшасы астына қойылатын шыны қолбаның, шыны стакан қажет, су қажет, ашытқы қажет бізге, нан дайындайтын, және сутек астын тотығы қажет, дәріханада қолданылатын, және сұйық сабын қажет. Қазір енді мен нұсқауымен сен тәжірибені бастайтын боласың, иә? Бірінші шыны стаканға азғантай су құямыз. Құямыз. Жарайды. Енді ашытқыны алып, қасықпен судың ішіне саламыз. Жарайды. Енді таяқшамен араластырамыз. Суға ашытқыны салған кезде, жылы суға салған кезде ашытқы көтеріле бастайды, жақсылап араластырамыз. Жақсы. Енді бұны алып қоя тұрамыз. Енді мына шыны қолбаға сутегі асқан тотығын құямыз. Енді келесі кезекте сұйық сабынды құямыз. Жарайды. Енді шыны таяқшамен араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Қолын алып, екінші қолымызда, қолбамызда екінші қолымен араластырамыз. Қатты араластыр екен бұл. Жарайды. Суға салған ашытқымызды құямыз. Мысалы көпіріліп, жоғарғы көтеріліп жатыр, иә? Иә. Бақылай. Яғни бөтелкедегі вулканды бақылаймыз. Анашым, бұл қалай көпіріп жатыр? Бұл көпіргенде, яғни жаңағы ашытқыда суға ашытқы салған кезде ашытқы суда жағы ери бастайды да, көпірік пайда болады. Сосын сутегі астың тотығымен жаңағы су сабынды қостық қой, екеуі араласқан кезде, сұйық сабынды араласқан кезде де көпірді да, енді ашытқы салған кезде көпіріп, яғни жаңағы бөтелкеде бізде вулкан ағып жатыр, яғни көмірқышқыл газы бөлінеді екен. Осы тұста көмірқышқыл газы бөлінеді екен. Бөтелкедегі вулкан атылып. Міне біздің бөтелкеде вулкан тәжірибеміз осылай шықты. Әдемі ме? Иә. Саған тәжірибелер ұнады ма? Иә.